келесіңдер балалар, отырыңдар. Төмен балалар, біз сіздермен өмірзай романын ары қарай жалғастырамыз. Ең бірінші біздің өткен сабақтағы кейіпкерлер бойынша сұрақтарға жауап берейік. Төмен балалар, бірінші сұрақ: аяғанның басынан қандай қиындықтар өтті? Санамаға бере аламыз ба? Қандай қиындықтар өтті аяғанның басынан? Екен? Аяғанның басынан әрине де көптеген қиындықтар өтті. Ең басынан бастасақ, ең бірінші кездесетін қиындығы ол татар шалдың олардан үйден қуып шығуы. Екіншіден олардың үй таба алмауы. Үшіншіден әйелінің көп сырқаттанып ауыру. Жақсы, тамаша. Қосарларыңыз бар ма балалар? Бәрі де айтылды. Аяғанның басынан, яғни татар шалдың басын көрген қорлығынан бастап өмірін. Бүгінгі күнде өмір сүрсе, осы қиындықтар оның алдынан бәрібір шығар ма еді, әлде мүмкін басқаша болар еді? Осы заманда өмір сүрсе, аяған. Тәуелсіз Қазақстанда өмір сүрсе. Әмен айта ғой? Менің ойымша, заң туралы сөйлейтін болсақ, ол қазіргі уақытта басқаша болушы еді. Егер үкімет оны бәрібір де осылай қабылдамаса, оның жағдайын, оны халық көтеруші еді деп ойлаймын. Сондықтан ол басқаша өмір сүруші еді деп ойлайды. Жақсы бала. Бірақ қалай дегенмен де, қазіргі заманда өмір сүрсе, аяғанның өмірі мүмкін дәл осылай қайғылы аяқталмас еді. Өйткені ол тәуелсіздікпен сол кездегі кеңес үкіметінің кезеңін әрине салыстыруға болмайды, аралығы жермен көп дейді. Өмірзай романын ары қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы өмірзай романы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін біз салыстырып бағалайтын боламыз. Ең бірінші тапсырма бала, мен сендерді қатарда бөлдім. Бірінші қатар, екінші қатар, бұл жұптық жұмыс. Бірінші қатар сендердің жұмыстарын шығармада берген заман көрінісіне талдау жасайсыңдар. Ал екінші қатар бізде Алихан мен Динардың қатары қазіргі заманға талдау жасайсыңдар. Яғни свод талдау жасайсыңдар. Заманның күшті жақтарын анықтайсыңдар, заманның әлсіз жақтарын анықтайсыңдар, заманның мүмкіндіктерін және заманның қаупін анықтайсыңдар. 3 минут уақыт жетеді деп ойлаймын балалар. 3 минут уақытта жұптық жұмыс. Шығармада берген заман көрінісіне талдау жасау. Бірінші қатар кім айтады, кәне? Ләкен және Жадыра. Ал кәне, айта ойындар. Қазір балар тыңдаймыз. Сол кездегі заманның күшті жақтары. Сол кезде кеңес үкіметі дүркіреп тұрған кезең. Бұл күшті жаққа жатады. Әлсіз жағы сол заманы не болды деп жаздыңыздар? Әлсіз жағында сол кеңес үкіметіне қарсы шыққан шығармалардың авторларын олар қудалауға ұшыратқан және жазалаған. Жақсы, өте жақсы, келсеңіз бала. Ал екінші қатар жұптық жұмыс сонымен қазіргі заманның күшті, әлсіз мүмкіндігі мен қаупі қандай деп ойларсыңдар? Заң дамыған медицина және тәуелсіз Қазақстан медицина дамыған заң жағынан күшті әсерлі тәуелсіз Қазақстан болған. Мүмкіндіктері біздің ел қазір тәуелсіз болғанымен бізде одан әрі даму мүмкіндігі бар және біздің мақсатымыз дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Әлсіз жақтары парақорлық, сол жақ өте заңды. Қауіпіне келетін болсақ, кеңес дәуірінде болған жағдайға мүмкін қайта түсіп кету қаупі бар шығар. Бұл сендердің жақсы отырады. Сонымен бастайық балалар.
бірінші бастайды. Жандос, бірінші үзінді бойынша сөйлейсіз. Сол заман тұрғысы шынымен де аяғын айтқандай өте әділетсіз болды. Себебі қазақ жеріне алып өз үйінде қонақ болғандықтай жүрді. Ал қазіргі заман тұрғысынан баға берсең, қазіргі заманда барлығы тәтті барлық көп Қазақстан жерінде жақсы болды. Жақсы, өзіңіз тағы диалектіні қайта қой. Мен біріншісінде біріншісінде барлығымыз білеміз, кеңес үкіметі кезінде қазақтарға бір пәтер құрлы алақандай жер берілмеді. Бұған себеп кеңес үкіметінің белгілі бір жүргізген саясаты. Ал қазіргі заманға тоқталып кетсек, әлі күнге дейін бұл мәселе өзекті. Қазақ жастары әлі күнге дейін жалдамалы пәтерлерде тұрып, бір бөлмелі пәтерлерге қолдары жетпей жатыр. Бұған әрине жастар арасындағы жұмыссыздықпен пәтерлерге деген бағалардың жоғары болуы әсер етеді. Тағы да балалар, тағы да? Айнұр? Сол заманның тұрғысынан баға беру. Кеңес үкіметі кезінде жабық қыздардың ғана жақсы өсіре алғандығы, беделді адамдардың ата-анасын жатақханаға қалдыруы басқа қонбас оқиғаларға жатады. Қазіргі заманнан қарасақ, біздің заманда да көптеген ата-аналардың өзіне жауапкершілігіне алғысы келмеген балалар оларды қарт үйлеріне тастап кетуі мәселе болып тұр. Яғни бұл қазіргі жақсы тамаша балалар. Тағы да кімнің қандай ойы бар, қандай баға берді қазіргі заман және сол заман тұрғысынан осы белгілі өзімізге. Тағы да қосарыңыз бар ма балалар? Осы екі мәселе бойынша. Шын мәнінде балалар ендеше осы тапсырма бойынша қорытынды жасаса, қалай қорытар едік? Екі заманның, осы үзінділер бойынша екі заманның ұқсастықтары бар ма? Пәтер тапшылығы әлі кездесе ме? Әрине әлі кездеседі. Және интернатқа беруге біз білеміз, қазіргі кезде де кейбір балалар өз ата-аналарын қайда қарттар үйіне беріп жатыр. Яғни ол сонда балалар осы заманда ғана туындаған проблема емес екен, балалар. Яғни ол біздің сол кеңес үкіметі кезінен келе жатқан проблемалардың бірі. Шешу үшін қандай ұсыныс жасар еді? Шешімі қандай деп ойлайсыңдар? Осы мәселені шешу үшін қарт адамдарды құрметке сыйлау керек, сол қасиетіне жауап болу керек. Сол қасиеті. Және тәрбие неден басталады? Бесіктен басталады. Яғни тәрбие дұрыс берілуге, тәрбие дұрыс берілсе, дәл осы өмір hayatдағы осы үзіндегі жағдай болмаушы еді. Жақсы балалар, ендеше қазір біз бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Балалар 4 сөйлем әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Аяған заманның айтылып, меніңше, я келсем, себебі ол тек қана әділдікті қалауы. Мен келсем бұл сөзбен себебі аяған не қандай қиындық болмаса да ол өзін мақсатқа жеткісі келді. Мысалы, ол ұстазынан алған болса да, өз өмір аяғын шындық үшін жан идеалдеп айтып, одан ешқандай бас тартпайды. Қорытындылай келсек, аяған өз заманға бір деп толықтай айтуға болады. Себебі ол шындықты жақсы алды. Сонымен балалар, мен келсеңдер, тыңдағыларым келсе, мен аяған өз заманның батыры керемін. Неге? Не себепті? Кеңес үкіметі кезінде атын атауға тыйым салынған, Кенесары мен сыздық туралы жазу, бұның өзі аяқталды. Бірақ аяған ол үшін өкінген
жоқ, иә. Бұл да өзінің ол шындығына сенді, және сол шындығына сенумен ақыры өмірден өтті. Сонымен балалар, бүгін аяғым қалды. Рахмет. Аяған мен Алдиярдың образдарын келесі сабақта салыстырып жазып келдім.